Ассалаумағалейкум баршаңызға. Менің атым Ертай Қуаныш. Бүгінгі видео сабақта мен CSS және HTML-дың көмегі арқылы керемет әдемі батырма жасауды көрсететін боламын. Егер сіз HTML және CSS бойынша жасаған менің курстарымды қарамаған болсаңыз, онда бірінші міндетті түрде соны қарап шығыңыз. Себебі оны қарамаған болсаңыз, сіз әрі қарай курсты осы сабақ қарағанның өзінде сіз әрі қарай ештеңе түсінбейсіз да. Енді біз әрі қарай жалғастырайық. Әрі қарай жалғастырмас бұрын бірінші осы видеоға лайк басыңыз және каналға жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде каналға жазылыңыз. Себебі мен ақпараттық технология саласы бойынша аптасына минимум бірнеше 2 видео салып отырамын. Енді біз жұмысымызды бастау үшін әдеттегідей кез келген жерге бір папка ашыңыз, HTML, өзіңіздің атыңызды жазасыз ба, немесе бір басқа бір ат жазасыз ба, сондай папка ашып қойыңыз. Сол папканың ішінде мынадай файлдар тұрады. Индекс HTML бұл сайттың басты беті, өзіңіз білетіндей. Одан кейін барып сол арнайы CSS деген папка, бұл папканың ішінде арнайы стильдер сақталады. Енді бұны мен жауып тастаймын. Одан кейін мен өзіме үйреншікті Brackets деп Sublime Text редакторын ашамын. Осы жерде біз кодты жазатын боламыз. Әдеттегідей мен бұл жерге жаңа папканы аштым. Мен папканы таңдау үшін жаңа Open Folder таңдайсыз да, жұмыс үстелінде, жаңағы жұмыс үстелінде менде қазір рабочий столда тұр. Немесе сіз документтің ішінде, немесе видео соның ішінде сақтаған болуыңыз мүмкін. Сол жерден кез келген таңдайсыз, өзіңіздің папкаңызды таңдайсыз, және выбрать папкиді басатын болсаңыз, сізде дәл осылай ашылады. Бұл мен алдын ала ашып қойдым, сондықтан мынау маған керек емес. Міне CSS-тың ішінде арнайы стильдер сақталады, және индекс HTML-де негізгі сайттың басты беті орналасады. Енді біз бұл жерге арнайы кодты жазуды бастаймыз. Шаблон бойынша әдеттегідей. Енді Brackets-тің, яғни Sublime Text-тің басты бір артықшылығы, бұл жерде арнайы Emmet деген плагин бар. Бұл плагиннің көмегі арқылы мен мына қайталанатын мынадай кодтар болады, өзіңіз білетіндей. Бұны мен қолма-қол қайтадан жаза бермеймін, просто мына жерге тор белгісін қоямын. Тор емес, енді леп белгісі. Осыны басамда, мына жерден Caps Lock. Caps Lock-тың жоғарысында бір батырма бар, қалай атайтын білмейді екенмін. Бір сызық былай кеткен, бір сызық былай кеткен, соны басам. Сол кезде міне дәл осындай код шығады. Осы жерге енді title деген жерге батырма, біз тақырыпты жазайық. Мен кез келген сөзді жазып қоямыз, батырма жасау деп жазайын. Ал енді жұмысымыздың негізгі бөлігін бастайық. Бірінші осыны браузер арқылы ашып көрейік, қандай нәтиже береді екен. Енді ол үшін папканы ашайын. Мен мына жерде индекс HTML-ды открыть, мына жерде открыть с помощью деген таңдайсыздар, кез келген браузерді таңдайсыз. Мен өзіме үйреншікті Chrome браузерін таңдаймын. Мына жерде көріп тұрғандарымыздай батырма жасау деп шықты, бірақ мына жерде ештеңе жоқ. Енді біз сабақтың негізгі бөлігін бастайық. Мына жерден батырма жасауымыз керек. Бұл мен алдын ала ойластырдым, қандай болатыны. Ол қызыл батырма болады. Үстіне курсорды апарған кезде түсін жасылға өзгертеді, және үстін басқан кезде сондай бір эффект беретіндей етіп жасап көрейік та. Енді оны қалай жасайды, біз әрі қарай жалғастырайық. Бірінші біз не істейміз? Бірінші әдеттегідей батырма жасау үшін кез келген мен өзім А деген осындай сілтеме жасайын. Мысалға мен өзімнің блогыма сілтеме қояйын. ertai.kz. Енді бұл А деп аталатын тегі дейме қалай ағылшынша. Бұл сілтеме жасау үшін қолданылады. Егер HTML курсында біз оны қарастырған болатынбыз. Енді мына жерге батырманың атын бас деп қояйық жарайды. Мені бас деп жазайық. Енді браузер арқылы нәтижесін қараймыз. Мына жерде қарайтын болсақ, міне осындай шықты. HTML бойынша біз жұмысты аяқтадық десек те болады. Енді негізгі жұмыс бұл CSS-те басталады. Енді CSS арқылы бұны біз дұрыстап тұрып бір әрлеуіміз керек. Яғни көзге жағымды болу керек. Бұлай қараған кезде тартымды, сондай симпатичный болу керек, бұлай орысша айтқанда. Енді CSS мына жерде. Бірақ CSS-ті жұмыс жасау үшін біз бұны HTML құжатқа қосуымыз керек. Оны қалай қосамыз? Оны біз CSS курсында қарастырған болатынбыз. Ең қарапайым жолы міне мынадай код жазамыз. Міне Emmet деген плагиннің артықшылығы осындай. Міне осында link деп жазатын болсақ, автоматты түрде бізге осылай қосады. Сіз жазасыз тек қана link rel. Одан кейін style sheet. Style sheet деген шрифт деген жерге өзіңіздің CSS файлыңызға сілтеме қоясыз. Сілтеме бойынша бізде ол CSS деген папканың ішінде тұр, және стильдерде жазылған құжаттың аты app.css деп аталады. Яғни мен осылай жаздым. Міне дәл осылай. Енді бұл дұрыс қосылды ма, дұрыс қосылмады ма, соны тексеріп көрейік. Ол үшін мен мына жерге жай ғана body деп жазсам, яғни негізгі құжаттың негізгі денесі және background
background red деп жазайық. Егер қазір фон қызарып кеткен болса, онда бәрі дұрыс жұмыс жасап тұр деген сөз. Міне қып-қызыл болып шықты, яғни CSS өте керемет жұмыс жасап тұр. Біз енді мынаның дұрыстап әдемілеуді бастайық. Ол үшін бірінші біз не істейміз? Бірінші осы тегпен жұмыс жасауды бастайық. Бізге керегі дәл осы сілтемені өзгерту. Ол үшін мен жай ғана мына жерге A деп жазасам болады. Бірінші біз бұл жерден көріп отырғандарымыздай мына шрифтісін өзгертуіміз керек, астында сызықты алып тастауымыз керек және мәтіннің көлемін үлкейтуіміз керек. Сондықтан бірінші соларды жазып шығайық. Бірінші мен көлемін өзгертейін мәтіннің. Ол үшін font size деген осындай қолданылады. Одан кейін барып оның көлемі мен мысалға 20 пиксель дейін. 20 пиксель деп отырғанымыз шамамен міне осындай болады. Дәл осылай. Енді астындағысын алып тастауымыз керек. Астында бір сызық тұр да. Ол сызықтың маған мысалға керегі жоқ. Оны алып тастау үшін text decoration деген арнайы осындай қолданылады. Осындай тәсіл. Енді text decoration деген жерге none дейміз. Яғни text decoration деген астында сызықтың қандай стильде екенін білдіреді. Ал егер none деп жазатын болсам, ол ештеңе жоқ екенін білдіреді. Яғни ештеңе жоқ деген арнайы команда береді. Міне осы арқылы біз оны алып тастаймыз. Бірақ мына жерде ыңғайсыз болып тұрғаны, мынау дым шетте тұр, сондықтан мынаны мен алайын да, мен мына жерге қойып қояйын. Енді жұмыс барысында олай қолданылмайды, әрине. Тек қана осы сабақ барысында ғана мен маржинді қолданайын. Маржин деген сол ысырат жоғарыдан, басқа жақтарынан, жан жағынан 50 пикселге. Міне осылай. Және мынаның сілтемені бұл display блок дейміз. Яғни ол блочный модельге ауысады. Бұл дегеніміз мынадай. Егер біз display блок деп жазбайтын болсақ, ол осындай көлемді ғана алып тұрады. Ал егер display блок деп жазатын болсақ, ол бүкіл көлемді алады бұлай. Оны әрине тәжірибе жүзінде жұмыс жасау арқылы ғана бұның толық қалай жұмыс жасайтынын түсінуге болады. Әзірге сіздер осылай ғана қайталап жазып отырсаңыздар болады. Енді біз әрі қарай не істейміз? Маған мысалға шрифтісі мүлде ұнап тұрған жоқ. Бұл автомат түрде өзі үнсіз келісім бойынша қойылатын Times New Roman деп аталады. Бұның бізге керегі жоқ. Мен фонт, бұны мысалға мен Robota деген шрифт маған ұнайды. Соған ауыстырайын. Ол үшін қолданылатыны font family. Font family деп жазам мына жерге Robota. Әрине ол сіздің компьютеріңізде орнатылған болу керек. Работа деймін және sans serif. Себебі работа деген бұл sans serif деген арнайы осындай семейство, яғни жанұяға жатады. Қазір қарайтын болсақ, міне осындай sans serifке өзгерді. Енді келесі кезекте біз фонын мен қызыл қылуым керек. Енді қызыл қылу үшін background деген қолданылады. Background және red деп жазайық, ең қарапайым тәсілмен. Міне қарап отырғандарымыздай, мына жаққа созылып кетті. Дәл қазір мен мысалға мына display блок деген алып тастайтын болсам, ол мына жерге дейін ғана келіп қалады. Сондықтан бұлай созылып кетпес үшін біз бұған көлем беруіміз керек. Көлемі қанша болады? Көлемі жазайық. Biz деген, biz деп жазайық. Biz деген бұл ұзындығы қанша? Ұзындығы 100 пиксел. His бұл тігінен қанша? 50 деп жазайық жарайды. Міне былай 100, былай 50. Енді былай кішкене 100 деген қысқалау болып қалды, оны мен 150 деп жазайын мысалға. Және мына жерде обновить етеміз. Міне дәл осылай. Енді біз мына мәтінді ортада және қақ ортасында тұру керек. Оны қалай қоямыз? Оны қою үшін мен text origin дегенді қолданамын. Text origin және center. Яғни ортаңғы бөлікте тұрады. Міне дәл осылай. Ал енді жоғары бөліктен ортасына қарай ысыру үшін арнайы line his деген арнайы тәсіл бар. Соны жазайық. Line his енді көлемін мысалы 50 пиксель деп жазып көрейік. Қалай шығады екен? 50 деп жазатын болсақ, міне дәл ортасына түседі. Яғни былайынша көлемнен тігінен 50 және мына line his-ті 50 деп жазатын болсақ, как раз дәл ортасына түседі. Енді келесі кезекте бізге керегі мына мәтіннің түсін аққа өзгерту, себебі мына көкпен өте ыңғайсыз болып тұр.
Ол үшін жай ғана color деп жазамыз. Color white. Яғни color деген түсі, white деген ақ түс. Және дәл осылай жаңалаймыз, міне ақ түс. Яғни осындай міне былай қараған кезде түрі әдемірек батырма шықты. Осының кішкене сырттары мысалға қисайтайық. Мынау деген тік болып тұрған қазір веб дизайнда қатты тренд емес. Ол үшін border radius деген арнайы тәсіл қолданылады. Border radius дейміз де 5 пиксель дейміз. Қанша көп жазатын болсақ, сонша қисая түседі. 5 пиксель деген шамамен азырақ қана қисаяды. Мен көріп отырғандарымыздай. Қазір мен мысалға оны 50 деп жазатын болсам, ол одан да қатты мына жерде міне үлкейе түседі. Бұл қатты қажет емес, тек қана мен 50 деп жазайын осылай. Міне дәл осылай. Енді бізге керегі басында айтқанымдай, осының үстіне апарған кезде оның түсін қызылдан жасылға ауыстыру керек. Оны қалай істейміз? Ол өте оңай. Жай ғана мына жерге A деп жазамыз. A, одан кейін барып hover. Hover деген бұл үстіне апарған кезде ғана орындалатын сондай кодтар. Яғни біз мына жерге не жазамыз, сол үстіне апарған кезде ғана орындалады. Мысалға мен жазайын. Мына жерде мен background color red деп тұр да. Осыны көшіріп аламын да, мына жерге қоя салам. Және мен бұны green деп жазам. Green да. Яғни мына жерде үстіне апарған кезде мына фоны жасыл түске өзгерт деген бұл арнайы команда береді. Қазір мен осыны жаңалайым және үстіне апаратын болсақ, міне дәл осылай жасыл болып өзгереді. Немесе жай ғана бұл түсін емес, мына жазудың да түсін өзгертуге болады. Мысалы, мына жерде white емес, мына жерге yellow деп жазатын болсаңыз, үстіне апарған кезде сары болып өзгереді. Енді оны өзіңіз қарап көрсеңіз болады. Енді бұл жерде тағы бір жетіспейтіні, мынаны апарған кезде былай тез ауысады. Бұл енді көзге жағымды емес, бізге мынадай керек. Үстіне апарған кезде асықпай жай солай ауысатындай еді. Оны қалай істейміз? Ол үшін жай ғана мына A деген жерге барамыз. Яғни біріншісіне мына жерге transition деп жазамыз. Яғни осындай эффект қосу үшін transition 1S. Яғни 1S деген 1 секунд дегенді білдіреді. Яғни 1 секунд аралығында осындай ауысу жүреді. Міне осындай. Көрініп тұр ғой, осындай. Егер сіз мына жерге 1 секунд ұзақ дейтін болсаңыз, 0,0,1 деп жазсаңыз болады. Яғни олайды жазуға болады міне. Тез ауысады бірақ онда. Яғни міне дәл осылай. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, онда осы видеоның астына жазып қалдырыңыздар. Бүгінше осы мен сабақты аяқтаймын. Келесі осындай сабақтарда кездескенше.